Сәлем достар. Бүгінгі тақырып банан туралы. Дұрыс тамақтану әр адамның міндеті. Сондықтан біз бүгін бананның пайдасы мен зияны туралы айтамыз. Бұл ақпарат сіздерге пайдалы деген ойдамын. Достар, каналға жазылып қолдау білдіріп лайк басып кетіңіздер. Жыл соңына дейін 300 мың тіркелушіге жеткізейік. Ендеше кеттік. Кімге банан жеуге болмайды? Банан экзотикалық жеміс. Оны ұнатпайтын адам жоқ болар. Дәмі жақсы әрі асқазанға тоқ жеміс деп айтуға болады. Онда пайдалы витаминдер мен микроэлементтерге бай. Бананды десерт қылып беретіндер көп. Одан көбіне торт, тәтті тағам жасайды, нан пісіреді. Әсіресе жігіттердің спорт залдарда бананнан шырын жасап көп пайдаланғаны дұрыс. Алдымен сіздерге бананның пайдасы туралы айтайын. Банан жемісінің құрамында калий, фосфор, темір және витаминдер мол. Әсіресе Б тобындағы витаминдерге бай. Тәбет пен ұйқы қашқан кезде, дене сіңген кезде бананның пайдасы көп. Қан қысымы жоғары, жүрек қан тамыры ауруларымен ауырған адамдарға банан жеу қажет. Есте сақтау қабілеті нашарлаған. Ұмытшақтық дендеген кезде де бананның пайдасы мол. Банан кімге зиян? Бананның пайдасы көп бола тұра, оның кейбір адамдарға зияны да бар екен. Жалпы банан зиянды жеміс емес, тек кейбір ауруы бар адамдарға не науқастарға жеуге болмайды. Банан көп жейтіндердің басы ауырып, ұйқы басуы мүмкін. Сондықтан нормамен жеген жөн. Бүйрегі ауыратын адамдарға банан көп жеуге болмайды. Өйткені банан ағзадағы суды сыртқа шығарып жіберетін жеміс. Ал бүйрекке ағзада судың жеткілікті болғаны қажет. Көк тамыры қабынған адамдарға банан аз жеу керек. Жоғарыда айтқанымыздай, бананның ағзадағы суды сыртқа айдайтын қасиеті бар. Ал ағзада су азайып қалса, қан тамыры сусап, қоюланып кетеді. Содан қан айналымы нашарлауы мүмкін. Асқазаны ауыратын адамдарға да болмайды. Өйткені банан асқазанда ұзақ қорытылатын жеміс. Аз қорытуы бұзылған жағдайда бананды қорыту қиын болып қалады. Одан бөлек банан қыжылды көтеруі мүмкін. Диабетке шалдыққандардың да банан жемегені жөн. Себебі қандағы глюкоза көтеріп жіберуі мүмкін. Салмағы көп адамдарға да бананды аздап жеген дұрыс. Бананның калориясы көп, онсыз да толық адамның одан әрі толуына себепші болуы мүмкін. Бананның біз білмейтін жеті пайдасы қандай? Бірінші, артериялық қысым деңгейі қалпына келеді. Бананның құрамында 420 мг-ға жуық калий бар. Сондықтан ол жоғары қан қысымын төмендетуге сеп болады. Екінші, артық салмақтан арыласыз. Банан жасымыққа бай, соның арқасында адамның қарны аша бермейді. Үшінші, анемия қаупі төмендейді. Анемиядан адамның жүзі солғын тартып, үнемі шаршап жүреді. Мұның бәрі эритроциттердің азаюы мен қандағы гемоглобин деңгейінің төмендігінен. Бананның құрамында эритроциттердің көбеюіне көмектесетін темір өте көп. Сондай-ақ қандағы глюкоза деңгейін реттейтін Б6 дәрумені де бар. Төртінші, ас қорыту жақсарады. Банан тез қорытылатындықтан асқазанға кері әсері жоқ. Жемістің бұл түрін гастрит, қыжыл кезінде, сонымен қатар диареядан кейін алғашқы ас ретінде жеуге болады. Себебі олар ағзадағы жоғалған минералдарды түзеді. Бесінші, күйзелістен құтқарады. Банан адамның көңіл күйін көтереді. Жемістің құрамында біздің организмге серотонин алуға қажет триптофан бар. Орта есеппен бананда 27 мг магний бар. Бұл минерал көтеріңкі көңіл күй мен қатты ұйқыға әсер етеді. Алтыншы, дәрумендерге байтады. Банан Б6 дәруменіне бай. Ол организмге инсулин, гемоглобин және амин қышқылдар бөлуге көмектеседі. С дәрумені дегенде ойымызға апельсин мен құлпынай келсе де, бананның құрамында бұл витамин де бар екен. Жетінші, адамның энергиясы артады. Жемістің құрамындағы калий бұлшық еттерді сіңір тартудан қорғаса, көмірсулар бойдағы күш-қуатты арттырады. Құрметті көрермен, банан туралы ақпарат алды деген ойдамын. Лайк басып каналға жазылып кетіңіз. Қазақ тілді арнаны бірге дамытайық. Келесі видеода көріскенше.